Примите поздравления с Днем Единства народа Казахстана. День Единства народа Казахстана объединяет важные страницы истории нашего государства. Помнить о прошлом, ценить настоящее и работать на будущее – это формула благополучной жизни в современном независимом Казахстане. Пусть наш народ и наше государство остаются надежным фундаментом для развития и для новых достижений. Желаю всегда чувствовать поддержку нашего многонационального государства и ощущать себя частью этой большой и дружной семьи. Я желаю вам процветания, счастья и благополучия. Және білім алушылар, сіздерге Өзбекстан елден жалғыздық салам. Баршаңызды бүгінгі Қазақстан халқының бірлік мерекесі құтты болсын. Сыйластықтың мерекесі біздер Жаңғырхан университеті жалпы Қазақстан өзге ұлттық үкімендері тәтті өмір сүремізді. Ал қазірде өзге елде білім алып жүрсем де өзімді, университетімді, достарымды ұмытпаймын. Еліміздің барша тұрғындарын Қазақстан халқының достығы және бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Баршаңызға, әр отбасыға, әр қазақстандыққа шын жүректен бақыт, береке тілеймін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мен өзім қырғыз ұлтының қызымын. Қазіргі таңда Жаңғырхан атындағы Батыс Қазақстан агротехникалық университетінің цифрлық экономикадағы менеджмент мамандығының 1-ші курс студентімін. Қазақ елінде туып өсіп, білім алып, мемлекеттік тілді меңгеріп, бақытты ғұмыр кешудемін. Сол үшін де ризамын. Ортақ отанымыздағы ұлттардың достығы нығая берсін. Мен Сырашева Гүлназа Алимхан қызы 2002 жылдың 19 қазанында Түркістан облысында дүниеге келдім. Ұлтым өзбек. Қазіргі таңда мемлекеттік грантпен Жаңғырхан университетінде оқып жүрмін. Құрметті отандастар, сіздерді Қазақстан халқының бірлігі мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл достық, сыйластық пен ынтымақ мерекесі. Діні басқа, тілі басқа, тілегі бір. Ұлт пен ұлыс өкілдеріне зор денсаулық, құт береке, бақыт тілеймін. Біз бір мемлекет, битті халық сыфатыда мұстақиллігімізді мұстахкамладық. Біз рухы балан, күшлі халқымыз. Сіздерге тән сағлық, фаравонлық вә муаффақиятлар тілеймін. Біз біргеміз. Менің атым Жонай Ваненкова Ульяна. Менің ұлтым орыс. Мен қазақ тілі жақсы білемін. Кішкентай кезінде балабақшадан үйрендім. Менің достарым қазақ ұлтынан көп. Бүгін сіздердің мен көктем мерекесі 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күнімен шын жүректен құттықтаймын. Еліміздің жарқын болашағы жолында отбасыларыңызға тыныштық, бақыт, береке, бірлік тілеймін. Халқымыз бен мемлекетіміз дамудың, жаңа жетістіктердің сенімде іргетасы болып қала берсін. Еліміз жұлдызы жанған жеріміз, тәуелсіз арман.